I'm Misia Shanat. Welcome to my channel. Sizlerмен бүгін осы Топсарс кітабы workbook бойынша 5-6 сабағына да келіп жеттік. Ол бізде осы 90-91 беттер екен. Бұл бізде 7-ші бөлім, ұмытпаңыздар. Енді exercise number 1. Қараңыздар. Listen and circle the odd one out. Не дейді? Тыңда, дөңгелекте дейді, бізге ерекше болып тұрған тыңда да дөңгелекте дейді екен. Енді қараңыздар, оқып көрейік. Біріншісі. Jake. Name. Cat. Енді қайсы ерекше болып тұр? Әрине мына әріптерде A болып оқылды. Мына жерде де мынау A болып оқылды, мына жерде де A болып оқылды, A әріпі. Ал мына жерде Ә деп оқылды. Cat. Яғни бұл бізде мысық. Name деген есім деген сөз, Jake деген адамның аты, я? Енді екіншісін қараңыздар. Dad, әке деген сөз. Jane, қыздың аты. Table, үстел. Енді қай жерде ерекше болды? Dad, Jane, table. Әрине, я, dad дегенде Ә деген дыбыспен оқыды, мына жерде A деген дыбысты берді, мына жерде де A деген дыбысты берді, я? Енді мына үшіншісін қарайық. Flag, Ә деген. Lamp, Ә деген дыбысты. Skateboard, мына жерде A деген берді. Сонда қайсы ерекше екен? Әрине, мынау. Мына дөңгелектейміз осылай, бізде circle деген дұрыс қой. Осыны дөңгелектейміз. Мына жерде мынаны дөңгелектейміз. Мына жерде ерекше болып тұрған cat дегенді дөңгелектейміз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Exercise number 2. Яғни project work. Бұл бізде жоба жұмысы дейді. Жоба жұмысы, мұны тура осылай A4 форматында осылай алып аласыздар бір парақты, сосын осылай жан-жағына суреттер салып, қазір түсінетін боламыз. Суреттер саласыздар, қала осылай. Енді оқиық. Write about your town. Өзіңнің қалаң жайлы жаз. Then draw or stick pictures. Яғни сосын сал немесе stick дегеніміз, бұл бізде суреттерді осылай не қылды деген жабыстырып қой дейді. Қараңыздар. Мынау бізде түсініктеме, яғни жазасыздар сіздер, менің қалам осындай деген сияқты, мұнда осындай заттар бар, кафе бар, ресторан бар деген сияқты. Ал мен сізге үлгі жасап қойдым, бұл бізде мынау. Мысалға жазасыздар. This is, дұрыс қой. Енді this is дегенге, this is my town. Бұл менің, не дейсіздер? Мына жерге менің қалам деп міндетті түрде жазасыздар. This is my town. Нүкте қойды, There. Енді бұл жерде не бар? There is a cinema. Мысалға, кинотеатр бар, and a big playground. Яғни үлкен ойын алаңы бар. Дұрыс па? There is дейсіздер. There is. Мысалы, сіздер cinema емес, басқа нәрсені жазыңыздар. Cafe деген сөз жазсаңыздар болады. There is a cinema and не деп жазамыз? A big playground. A big. Мына сөздерді ауыстыра бересіздер, я? Сонда өздеріңіздің сөздеріңіз шығады, сөйлемдеріңіз. Play. Бірақ көшіріп алмаңыздар. Playground. Өздеріңіз ойланып, осы бөлім бойынша қандай сөздер қолданылды, қандай сөздерді үйрендіңіздер, осылай жазасыздар. There, енді не дейді? There are 2 parks. Бұл бізде there are дегеніміз уже көпше түрде, я? There are 2. Мұнда 2 парк бар деп жатырмыз. Parks. There are 2 parks and және де, мына қараңыз. There are 2 parks and 2 schools. 2 мектептер бар. 2 schools. 2 schools. Енді there is a museum too. Мұнда музейлер де бар. There is a museum too. Яғни музейлер де, to дегеніміз де дегеніміз, музей де бар деп жатырмыз.
Енді соңғысы бұл бізде мынау. The museum, я the деп қойған. The museum is next to my school. The museum is next to my school. Міне, тура осылай үлгіде жазасыздар. Міне түсінбесеңіздер, мына жерде тұр. Мен сіздерге мына жерде арнайы түсіндіру үшін осылай қалай жазуларыңыз керек екені жайлы арнайы жаздым сіздерге. Мына жерде жаңағыдай жауапты арнайы дайындап қойдым ғой, Енді бұл бізде 5-ші сабақ. Енді жалпама осы жоба жұмысын осылай А4 форматында жасайсыздар да, тура осындай формада жасап көрсетесіздер, класс сыныптарыңызға. Енді lesson 6, 6-шы сабақ, міне қараңыздар. Міне geography, яғни география дегеніміз, бөлімі. Buildings in our town, біздің қаламыздағы ғимараттар деген сөз екен. Енді exercise number 1, look and write. Бірінші тапсырма, қара және де жаз дейді. Мысалға бізде мына жаңа сөздер бар екен, кітапта өткен біз. City, қала деген сөз, stadium, стадион, opera house, опера театры, shop, дүкен деген сөз, осы. Қайтадан бірақ оқып жіберейін. City, stadium, opera house, shop. Енді қараңыздар, мынау бізде неге ұқсап тұр? Мынау бізде қала. Мынау бізде неге ұқсап тұр? Дүкен. Мынау бізде неге ұқсап тұр? Стадион ұқсап тұр. Мынау бізде опера театрына ұқсап тұр. Дұрыс қой. Енді біз осы жерге осы сөздерді жазамыз. Мысалға қала дегеніміз ол бізде қайсы еді? City. Енді осы city деген сөзді жазамыз осы жерге. City. Екіншісі ол бізде қайсы еді? Shop. Дұрыс қой. Shop деп жазамыз. Міне, shop. Үшінші стадион, дұрыс па міне? Stadium. Мынау D әріпі. Stadium, стадион. Төртіншісі opera house. Яғни опера театры жазамыз. Opera house. Міне, опера театр екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Exercise number 2. Look and match, яғни қара және де сәйкестендір деп жатыр екен. Мысалға, мынау бізде Алматы, яғни Алматы. Мынау бізде Venice, Венеция деген сөз екен. Бұл бізде елдер, қалалар екен, мына қараңыздар. Мынау бізде кәрістің киноларда, әртүрлі киноларда көрсетіп жатады. Мұны Венециядағы осындай арнайы туристер баратын жер, осындай қайықта қалалардың, осының үйлердің арасымен жүретін. Бұл бізде мынау сурет, Венециянка. Ал мынау бізде Алматының көрінісі. Сол себепті сонда Алматы B суреті болады, Венеция A суреті болады екен. Сонда Алматы, Venice, яғни Венеция деген сөз екен. Exercise number 3, қараңыздар. Үшінші тапсырма. Read activity 2. Осы екінші тапсырманы оқы дейді. In the student's book. Бұл бізде student's book'тағы екінші тапсырманы оқы дейді. And tick. Яғни, не дейді? Белгіле дейді екен. Біз сіздермен student's book осы кітабы бойынша осындай мәтін сияқты, осыны оқығанбыз, сол жерден жасаймыз, біз білеміз ғой. Енді қараңыздар, кітаптарыңыз болса көрсеңіздер болады. Мысалға, өзіміз Венеция, ол бізде Алматы деп қойды. Алматы бізде ескі қала ма? Жоқ, ескі қала емес. Венеция еді, ескі қала. Сол себепті біз не қыламыз? Мына жерге құстымсық белгісін қоямыз, яғни тик. Opera house, яғни ол бізде Алматыда бар еді. Алматыда бар, сол себепті Алматыға құрамыз. Boat, Венецияда көріп тұрсыздар, міне қайықтар. Яғни ол Венецияда еді, сол себепті Venice дегенді белгілейміз. Жалпылама осы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі жолы мен осы 7-ші 8-ші сабақты салатын боламын. Арнамнан алыстамаңыз, арнама тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментария жазыңыз, сұрақтарыңыз болса. Our lesson is over. Goodbye.